Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн достар. Сіздермен бірге болсын. Бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын кекстердің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең бірінші бізге 2 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып 2-3 минуттай миксерлап аламыз. Баяу жылдамдықпен миксерлейміз. Осындай әппақ болып көпіргенше. Қантымыз ерігенше осылай миксерлейміз. Және де осы массамыздың үстіне қазір сары май мен сүтімізді құямыз. Сары майымызды алдын ала ерітіп аламыз. Сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жылы болса да, салқын болса да бәрібір. Және де сары майды құйып, тағы да бір рет миксерлейміз. Одан кейін жарты шай қасық содамызды толтырмай кішкене ғана қосамыз. Ұнымызға араластырып, екеуін бірге қосатын боламыз. Електен өткізіп, ұнымызды міндетті түрде осылай қосамыз. Шетінен қосамыз, барлығын бірден салып тастамаймыз. Бөліп-бөліп, 2-ге 3-ке бөліп, қосып араластырамыз. Тағы да бір рет миксерлейміз. Осындай қою масса шығу керек. Тағы да ұнымызды қосамыз. Електен өткізгендеріңіз дұрыс, себебі массамыз өте жұмсақ, және де піскен кезде кексіміз пышный болып шығады. Мінеки, массамыз дайын. Қарасаңыздар, өте әдемі, керемет болып шықты. Енді силиконовый формаларымызды дайындап аламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешке саламыз. Формамызға бір үлкен қасықтан құямыз. Ортасына өздеріңіз салмасын салсаңыздар болады. Вареный сгущенка, творог, мейіз қоссаңыздар болады. Мен еш нәрсе қосқан жоқпын. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Осылай бір үлкен қасықтан саламыз. Ол қазір піскен кезде үлкейеді. Барлығына бірдей қылып салып шығамыз. Пешімізді міндетті түрде қыздырып қоямыз. Сол кезде әдемі болып піседі. Көтеріледі үлкен болып. Достар, қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты. Өте нәзік. Енді қалған салмаларымызды екінші рет тағы да солай салып, пешке саламыз. Достар, пісіріп көріңіздер, міндетті түрде пісіріңіздер. Өте дәмді, нәзік. Қазір көрсетем сіздерге қандай жұп-жұмсақ екенін. Қараңыздаршы. Ұстасаң езіліп кетіп тұр ғой. Өте дәмді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.